Мысыр тек көне тарихтың куәсі ғана емес, сонымен қатар қайнаған кофенің хош иісі аңқыған 14 ғасырда зират болған базарлардың құпиясын сақтаған тірі аңыз іспеттес ел. Бұл шөлдің ортасында орналасқан ауылға ұқсайды. Оның тұрғындары өзгелерге түсініксіз ерекше тілде сөйлейді. Бірақ бұл тек сыртқы көрінісі ғана. Мысыр мүмкін емес нәрселердің мекені. Мұнда ежелгі салт дәстүрлер қазіргі заманмен ұштасып, жаңа өмір алады. Оның жергілікті әдет ғұрыптары тіпті ең тәжірибелі батыс саяхатшысында таңғалдырып, түсініксіз жағдайға қалдыруы мүмкін. Бізбен бірге осы ерекше деректі фильмде Мысыр туралы 7 таңғажайып фактіні ашамыз. 7. Ресми атауы Мысыр. Араб Республикасы болып табылатын Мысыр тек ежелгі өркениетімен емес, сонымен қатар ерекше географиялық орналасуымен де танымал. Ол 3 құрлықтың Африка, Азия және Еуропаның тоғысқан жерінде орналасқан. Бұл оны әлем картасында сирек кездесетін тарихи қиылысқа айналдырады. Мемлекеттің аумағы 386 мың шаршы мильден асады. Бұл Техас штатынан да үлкен. Мысыр жерорта теңізінің жағалауынан Қызыл теңізге дейін созылып жатыр. Ел аумағының шамамен 90%-ын шексіз Сахара шөлі алып жатыр. Алайда бұл құмдардың астында сансыз археологиялық қазыналар жасырылған. Жазда ауа температурасы Фаренгейт бойынша 110 градусқа жетуі мүмкін. Бірақ төмен ылғалдылықтың арқасында мұндағы ыстық, мысалы Флоридадағыдай ауыр сезілмейді. Елдің ресми тілі араб тілі, бірақ туристік аймақтарда жергілікті тұрғындардың ағылшын тілінде еркін сөйлейтіні таңғалдырады. 2012 жылға қарай Мысыр халқы 118 миллионнан асты. Бұл оны Африкадағы халық саны бойынша 3-ші ел етеді. Халықтың негізгі бөлігін араб мысырлықтар құрайды. Сонымен қатар қара нубиялықтарды, Сива оазисінен келген берберлерді және грек текті мысырлықтарды кездестіруге болады. 6. Каирдің ыстық күнде ауада шаң қалқып, көне көшелер 1000 жылдық тарихты сыбырлап тұрғанда, мысырлық әйелдер нәзік, әрі мықты үнсіз симфония іспеттес. Жергілікті тұрғындар оларды Нил лотостары деп атайды. Олар балшықтан өсіп шықса да, ең қатал ортада сұлулығымен нұр шашып гүлдейді. Егер сіз мысырлық әйелді хиджаб киген сабырлы жан ретінде елестетсеңіз, бұл тек бір қыры ғана. Көпшілік біле бермейтіндей, Мысыр әйел парламент депутаты тағайындалған алғашқы араб елі. Бұл 1950 жылдары орын алған оқиға. Ал 2024 жылға қарай Біріккен ұлттық ұйымы әйелдер ұйымының мәліметінше Мысыр үкіметіндегі басшылық орындардың 25%-дан астамын әйелдер иеленеді. Оларды Каирдегі стартаптарда да, Асуан базарларында ыстық нан сатушы ретінде де кездестіруге болады. Қайда жүрсе де, олардан сенімділік пен ішкі күш байқалады. Ежелгі Мысырда да әйелдерге мүлік иеленуге және сауда жасауға рұқсат етілген. Бұл сол дәуір үшін өте сирек жағдай еді. Бұл рух бүгінге дейін сақталған. Балаларға білім беру құқығынан бастап, қонаққа шай құю дәстүріне дейін. Тағы бір ерекше жайт: татуировкалар, нүктелер, сызықтар мен үшбұрыштар. Жай ғана әшекей емес, Құдайға арналған үнсіз дұғалар. Елдің оңтүстігінде сіз әлі де иектерінде немесе қолдарында татуировкасы бар бедуин немесе мумиялық әйелдерді көресіз. Бұл сән емес, кереге қышалған тірі мұра. 5. Бір сәтте ескі және жаңа Мысырды сезініңіз келсе, Каирдің қақ ортасындағы әйгілі Хан әл-Халили базарына барыңыз. Оның әрбір кірпіш қабырғасы, әрбір сауда сөресі ғасырлар қойнауынан сыр шертетін тарихтың куәсі.
Америкалық туристерді ең алдымен таңғалдыратыны адамдардың көптігі емес, түрлі түсті дүниелердің жарлысы іспетті әсері. Жүздеген сәнді мыс шамдар, түрлі түсті қолмен тоқылған шарықтар, қабырғалардан салбырап тұрған түйе жүнінен жасалған кілемдер көз арбайды. Саудагерлердің дауысты айқайлары, кейде бұзық ағылшын тілімен араласып, ерекше хаостық симфонияға айналады. Күлімдеп, ыстық жалбыз шайын ішіп отырып, сіз керамикалық құмырамен және ұмытылмас бір оқиғамен бұл жерден қайтуыңыз мүмкін. Таңғалдыңыз ба? Хан әл-Халили базары 10 ғасырда мамлюктердің зираты болған, кейінірек ғасырлар бойы Азия, Еуропа және Африка арасындағы маңызды транзиттік торапқа айналып, қарбалас сауда орталығына айналды. Дәл осы жерде әйгілі мысырлық жазушы Нагиб Махфуз шығармаларына шабыт алған. Базар күндіз де түнде де жұмыс істейді. Әсіресе жұма күні, дәстүрлі демалыс күні адамға толы болады. Егер хош иіс сататын дүкенге кірсеңіз, міндетті түрде Клеопатраның хош иісін сұраңыз. Мүмкін ежелгі Мысыр сарайының құпиясына қол тигізіп қаларсыз. 4. Ніл жағалауындағы алтын түстес жылы жарықта дарбука аспабының ритмімен іш бейі, ракс шарки. Мысыр өнерінің ең жарқын әрі еліктіргіш символдарының бірі болып қала береді. Батыс көрермендер үшін бұл жарқыраған костюмдер мен гипнотикалық қимылдарға толы, сезімге толы би. Бірақ бұл бидің бастауы сахнада емес. Қасиетті рәсімдерде жатқанын көпшілік біле бермейді. Ежелгі заманда бұл өмірге келу, сәттілік пен қайта туылу рәсімі болатын. Бөксе тербелісі, иықтың дірілі мен іштің қозғалысы, әйелдің шығармашылық энергиясын бейнелейтін терең рухани мағынаға ие болған. Бұл би тек әдемілік қана емес, бұл емдейтін, жан мен Құдай арасындағы байланысты орнататын би болған. Бүгінде де бедуин және нубиялық ауылдарда бұл дәстүр сақталған. Аналар қыздарының үйлену тойларында би билеп, жаңа өмірге батасын береді. Көптеген ауылдық өңірлерде іш биі шоу емес, отбасылық жиындарда сезімді жеткізудің және ортақтастырудың бір тәсілі. Қазіргі таңда іш биін Ніл круиздерінде, сәнді мейрамханаларда немесе көше фестивальдерінде көруге болады. Фифа Абду, Дина және Ранда Камел сынды бишілер бұл биді әлемге танытып, ұлттық мәдени символға айналдырды. Бүгінде бұл би өнері Европа, ақш пен Жапониядағы би мектептерінде үйретіледі. Мысыр тек өнерімен емес, түрлі түсті фестивальдермен де танымал. Канта қаласындағы Сиди әл-Бадави мавлиді елдегі ең сүйікті сопы әулиесінің құрметіне арналған мереке. Бұл күндері жүздеген мың адам жиналып, түнгі би, ән және барабан үнімен тойлайды. 4000 жылдан астам тарихы бар Шам әл-Нисим мерекесі көктемді қарсы алатын мереке. Бұл күні халық табиғатта серуендеп, маринатталған балық фесих жеп, түрлі түске боялған жұмыртқалар мен ежелгі дәстүрлерді еске алады. 3. Егер сіз Каирдің көне көшелері мен күн ұясына қонған вақытта серуендесеңіз, міндетті түрде мысырлық ерекше көрініске тап боласыз. Бұл Ахава деп аталатын кішкентай кафелер. Онда ер адамдар түркше дайындалған қою кофені ішіп, домино ойнап, күннің маңызды және ұсақ түйек тақырыптарын талқылап отырады. Кешкі жұмсақ жарықта бұл көрініс Мысырдың жанын сезінудің бірегей жолы. Бірақ бұл жерде мәселе тек кофеде емес. Мысырлық кофе баяу қайнатылады. Кішкентай мыс жезвада, тікелей ыстық құмның немесе шоқтың үстінде. Ешқандай сүт те сүзгіде қолданылмайды. Тек су, өте ұсақ тартылған кофе және аз ғана қант.
Жергілікті тұрғындар шынайы терен әрі жылы дәмді тек мыс қана аша алады деп есептейді, жансыз кофе машиналарға қарағанда. Ең қызығы, қою қалдық ешқашан тасталмайды. Көптеген адамдар әлі күнге дейін кофенің қоюына қарап болашақты болжауға сенеді. Бұл батыстағы шай жапырақтарымен жасалатын балашу дәстүріне ұқсас. Ахава жай ғана кафе емес, бұл мысырлық бар іспетті. Мұнда 70-тегі қария көрші үстелде отырған дабырлаған жастармен жаңалық бөліседі. Бұл күлкі мен пікірталасқа толы орын. Мысырда кофе жай ғана сусын емес, бұл байланыс орнату, ойлану, сезіну тәсілі. Ахава Мысыр қалалық өмірінің үнсіз жүрегі. Екінші, Каир ешқашан ұйықтамайды. Бұл жай сөз тіркес емес, бұл қаланың шынайы соғысы. Күннің алғашқы сәулелері ежелгі мешіттердің күмбездерінен сығалап шыққанда, көшелерде гүйлестіліп, жаңа күннің қуаты мен қарбаласы басталып кетеді. Автобустар жолға таласып, тоқ-тоқтармен жарысады. Жаяу жүргіншілер көлік нөпірінің арасынан бейне бір импровизацияланған көше симфониясына билегендей сытылып өтеді. Бұрышта егде жастағы ер адам баяу қара шайын ұрттап, газет парақтап отыр. Ал оның жанында студенттер бір құлақ қапты бөлісіп, арабшадан ағылшыншаға демалғандай оңай ауысады. Күн батқанда Каир бір сәтке ғана саябырсып, артынша қайтадан оттай жанатын қала. Ніл жағалауында жергілікті тұрғындар пластик орындықтарын шығарып, каркаде ішіп, су бетіндегі жарықтардың бейнесіне қарап, тамсанып отырады. Бәрі маймен салынған тірі сурет секілді әсер қалдырады. Алыстан жастардың дауысы естіліп, айналаны шаттыққа бөлейді. Ұзын көйлек немесе сәнді хиджаб киген бойжеткендер кафелердің төбесіне жиналып, жанды музыкамен, күлкімен кешті қарсы алады. Каир бұл дәстүр мен заманауилықтың тоғысы. Мұнда әйелдерге бірін таңдап, бірінен бас тартудың қажеті жоқ. Түнде сіз байқамай, кішкентай жаз барға кіріп кетуіміз, немесе Танура шоуына тап болуыңыз мүмкін. Онда сопылық бишілер жұлдыздардай айналып, рухани өнер көрсетеді. Адамға толы алаңда, Сұлтан Хасан мешітінің алдында селфи жасап жатқан қыздардың шат күлкісі естіледі. Бұл ешқашан жарығын сөндірмейтін қаланың қуанышты амандасуы секілді. Бірінші, нағыз Рамазанды сіз тек Мысырда ғана сезіне аласыз. Егер сіз Мысырдың қасиетті ораза айында қалай нұрға оранып, ерекше жарқырап кететінін көрмесеңіз, сіз әлі Рамазанның шынайы рухын сезінген жоқсыз. Жыл сайын бұл айда мыңдаған фанус самдары жан-жақтан жарқырайды. Олар көне көшелерде, ескі балкондарда, Каирдің шаң басқан бұрыштарында тізіліп тұрады. Әрбір фанус қолдан жасалған өнер туындысы. Соғылған темірден, түрлі түсті шыныдан немесе дәстүрлі өрнектермен көмкерілген жібектен дайындалады. Күндіз олар ауада қалықтаған мозаиканың жарқын бөлшектеріндей көрінеді, ал түнде жанған сәтте көшелерді ертегі әлеміне айналдырады. Рамазан барлық мұсылман елдерінде аталып өтсе де, дәл Мысырда фанус шамдары осы айдың шынайы мәдени нышанына айналған. Бұл дәстүрдің тамыры 10-шы ғасырдан бастау алады. Ол кезде каирліктер халифтерді қарсы алу үшін алғашқы Рамазан түнінде шам жағып көшелерді нұрға бөлеген. Бүгінде хан Әл-Халили мен Сайда Зейнап сынды жерлерде шеберханалар әлі күнге дейін осы шамдарды қолдан жасап келеді. Әр фанус қайталанбас, бірегей. Батыс туристері үшін фанус жай ғана әшекей емес, бұл қасиетті айда жылулықтың, үміттің және адамгершіліктің символы.
Біз Мысыр туралы 7 бірегей әрі қызықты деректі бірге аштық. Осы елге көзқарасыңыз жаңаша болғанына сенеміз. Арнамызға жазылып, лайк басып, видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Келесі шығарылымда кездескенше.